Бүгін біз 2022 жылы шыққан Тролль деген фантастикалық аңыз киноға шолу жасаймыз. Кино өзі композитор Эдвард Григтің Тау патшасының үңгірі деген шығармасына негізделіп шығарылған. Ендеше бастайық. Кино басында Тобиас деген кісі өзінің Нора деген қызымен тау басына мініп, баяғы тролль жайлы аңыз әңгімені қозғап отырады. Әкесі қызына тролль деген құбыжық бар екенін айтады. Тек қана соны жүрегімен сезін дейді. Нора көзін жұмып елестетіп, қайта көзін ашқанда, көз алдында таулардан небір кейіптерді көреді. Біраз уақыт жылдар өтеді. Нора болса зерттеу жұмыстарымен айналысатын болып кеткен, қасында әріптестері бар, ал әкесімен мүлдем араласпай кетеді. Нора жерді қазбалап, бір сүйектер тапқандай болады. Ал басқа жақта әскери қарулы адамдар тауды бұзбақшы болып жатады. Маңайда тұрған қарапайым халық тауды бұзбаңдар деп ұрандатуда. Ол жердегі адамдар мән бермей таудың ішіне жарғыштар орнатып жара бастайды. Таудың ішінде жүрген адамдар бір құбылыстар байқайды. Сосын бір түрлі дауыстар естіліп, алып біреудің келе жатқаны сезіледі. Бәрі сыртқа қаша бастайды. Таудың күл толғаны шығады. Осы болған оқиға жоғарыдағыларды дүр сілкіндіреді. Қызметкерлер бірден қаланың премьер-министріне шығады. Олар тау жақта болған оқиғаны айтады. Сонымен қатар оқиға болған жердегі суреттерді де жіберген екен. Қасында отырған көмекші жігіт министрге қарап, адамның ізіне ұқсайды екен дейді. Министр күле салады. Жігіттің есімі Андрес. Нора әріптестерімен қазба байлықтарын тойлап жатқанда тікұшақ келіп қонады да, Нораны алып кету керекпіз дейді. Нора өзі палеонтолог болғандықтан премьер-министр және де басқа да басшылар Норадан ақыл кеңес сұрайды. Суретте тұрған не нәрсе дегендей, бәрі әртүрлі пікір айтады. Нора суретке қарап, барлықтарыңызға айдан анық көрініп тұр ғой. Бұл жерде аяқтың ізі дейді. А никто не заметил, что это следы? Бүкілі күле салады. Бір кезде бір қызметкер жетіп келіп, бізде бейне материал бар дейді. Сосын үлкен экранға шығарады. Нора бейнені қарап отырып, кадрларды тоқтатып отырып, бір тіршілік иесін байқап қалады. Бәрі үндемей қалады. Басқа жақта ауылда шал мен кемпір жап-жақсы етіп отырып шай ішпекші болады. Бір кезде ит үріп мазасызданады. Бұл не болды екен деп тұрғанда тарсылдап біреуін келе жатқаны сезіледі. Шал мен кемпір жертөлеге тығылып қалады. Кейін біраздан соң сыртқа шыққанда үйі бәрі бұзылған, ал маңайда алып із жатады. Ана жиналыста отырғандар Норамен келіспегесін, Нора сыртқа шығып кетеді. Артынан Андрес жетіп келеді де, мені сізбен болсын деді. Бір үйдің маңайында іздер бар екен, соған бару керекпіз дейді. Олар тікұшақтан түседі. Алдарынан спецназ жігіт қарсы алады, Кристофер деген. Ол жігіт болса, бір тіршілік иесі мына жақтан өткен екен. Әр қарай таулардың әр жағына барғанда ізі жоғалып кетті дейді. Нора барып, әлгі шал мен кемпірден болған жайтты сұрайды. Шал мен кемпір шошынған күйі не айтарын білмей отырады. Одан кейін тікұшақпен іздің артынан ереді. Шынымен таудың маңайына келгенде із жоғалып кеткен екен. Нора ойлана келе, қону керекпіз дейді. Сосын Нора достарымен әкесінің үйіне барады. Әкесі жеке жалғыз тұрады. Бәрі Нораның әкесін жынды деп есептейді екен. Тіпті Нораның өзі де. Нора әкесінің үйіне кіріп болған жайттарды айтады. Сосын бейне материалдарды көрсетеді. Нора әкесінен не деп ойлайсың деп қояды. Сонда әкесі Тобиас, мен кезінде айтқан болатынмын. Бұл аңыз болып айтылған тролль тіршілік иесі дейді. Нора оған қойшы болды. Бұл жай аңыз дейді. Әкесі болса берілер емес. Ол кісі киімдерін киіп жүр кеттік саяхатқа дейді. Сосын тікұшақпен із жоғалған жерге келеді. Тобиас қонуды талап етеді. Кейін Тобиас таудың маңайына келіп зерттей бастайды. Қасына қызы Нора келіп, не болды? Барма бірдеңе деп сұрап жатқанда, хамелеон секілді кейіпке енген әлгі тіршілік иесі көзін ашып тұра бастайды. Бәрі таңғалады. Бүкілі тікұшаққа жүгіріп мініп алады. Сосын камераға түсіріп жоғарыда отырғандарға көрсетеді. Бұлар әскери бөлімшеге келіп министр отырған жерге байланысқа шығады. Тобиас болса, бұл тролль деген тіршілік иесі деп айтып жатады. Алайда әр жақта отырғандар сенбейді. Мұнан алып кетіңіздерші деп айғайлайды. Кейін қызы Нора әкесіне, бұл аңызға шынымен сенесің бе? Яғни әлгі күннің көзінен қорқатын аңыздағы тролльді айтудасың ба дейді. Әкесі болса, басқа енді не дейсің? Одан кейін қызының қасына жақындап, біздің қызықтарымыз енді басталмақ. Дайынсың ба дейді. Нора болса күлімсіреп жарайды дейді. Одан кейін Криске бұйрық берілген еді, әлгі тіршілік иесінің көзін құрту туралы. Нора әкесімен және Андрес үшеуі Криске өтініп бірге баруын сұрайды. Солай тролльға тұзақ жасайтын жерге келеді. Бәрі өздерінің орындарына отырады. Нора мен әкесі бір-бірімен сөйлесіп татуласып кетеді. Әкесі қызын құшағына алады. Бір кезде тролль келе жатады. Мыналар өздерінше автомат пулеметтарын алып шығып әлгіні ата бастайды, бірақ тролльға түк болмайды. Қашыңдар деп Крис бұйрық береді. Крис, Нора, қалғандары тығылып қалады.
Аңыз бойынша тролль христиан адамдардың қанын сезеді екен және оларды ұнатпайды. Бір әскер жігіт өзінше сыйыну сөздерін айтып жатқанда тролль әлгіні ұстап алып кешкі асқа қолданады. Нет! Он чует кровь. Бір кезде Тобиас қасына жақындап тіл табысуға тырысады. Жағаласып тролльдің артынан біреу оқ атып жатады. Сол кезде тролль ашуланып байқамай Тобиасты бір береді. Тобиас ұшып кетеді. Нора жүгіріп барады. Әкесі өлейін деп жатыр. Өлер алдында король, үңгір, сарай деген сөздерді айтады. Сосын Тобиас көз жұмады. Екінші күні Нора достарымен отырады. Әкесінің айтқан сөздеріне ой жүгіртеді. Не мағына деп. Нора мен Андрес бірігіп таппақшы жауабын. Бірақ Крис болса, сендер бұған сенесіңдер ме деп таңғалады. Зерттей келе, Нора мен Андрес басшыларына барып аңыз оқиғаны айтады. Кезінде тролль қоңыраудың дыбысын ұнатпаған еді. Мүмкін сондай аңыздық жағынан бірдеңе жасап көреміз дейді. Премьер-министр әйел оларға жарайды көріңіздер дейді. Бір жақта балалар саябағында бүкіл жұрт балалармен ойнап жүреді. Бір кезде сол жерге тролль келеді. Бәрі байбалам салып ойбай деп айқайлап кетеді. Артынан ойлағандай тікұшақ арқылы қоңыраулатып мыналар келеді. Шынымен қоңыраудың дыбысы тролльға кері әсерін береді. Бірақ тролль бәрібір де әлгі тікұшақтардың біразын құлатады. Сол жерде бір бала мен әкесіне тікұшақ құлап бара жатқанда тролль әлгілерді құтқарып қалады. Оған Нора таңғалады. Бүкіл жаңалық толы мына тіршілік иесі жайлы болып кетеді. Сәтсіздіктен мыналар келе жатады. Ал премьер-министр болса, болды айтқаныңды жасадық, енді боссыздар. Бізді мазаламаңыздар дегендей сөз айтады. Нора сыртқа шығып кетеді. Крис болса қоштасады. Андрес болса әлгілердің кеңесіне қатысып өз пікірін айтпақшы болады. Алайда ол жерде отырғандар оны да жақтырмай сыртқа қуып шығады. Андрес жүгіріп барып Нораны қуып жетеді де сенімен бірге боламын дейді. Ал премьер-министр жаңалыққа сұхбат береді. Мықты болыңдар дегендей. Жолда Нора кітапты қарап отырып Синдинг деген жазуға қарап отырады. Андреас болса, мүмкін Рикард Синдинг шығар. Мен әрдайым кездесу барысында бұл кісінің патшалық сарайына баратынмын дейді. Сарай мен патша деген сөзді естіген Нора кеттік сол жаққа дейді. Сосын екеуі сол жерге келеді. Оларды күтіп алған Рикард Синдинг Нораға қарап, сен енді келдің бе дегендей баяғыда күткендей бір сөз айтады. Сосын екеуін патшалық сарайына кіргізеді. Сөйтсе бұл сарайдың ішінде тағы да үңгірге апаратын сарай орналастырған екен. Сосын Рикар оларға бұл жерде тау өңгірінің патшасы өмір сүрген дейді. Бұл жерде тролльдің ата-бабасы болған. Кезінде қатты соғыс болып, қарсыластар бір ғана тролльді қалдырған дейді. Нора сүйектердің біреуіне жарық түсіріп, бұлар жарыққа қорғала бастайды екен дейді. Нора бірден бас жұмыс істеп кетіп, әлгі шалдан үлкен көлік сұрайды. Сосын Нора Криске қоңырау шалып, бір жоспар бар дейді. Нора Криске көп жарықтар керек деп өтініш айтады. Ал тролль болса, қаланың бәрін қиратуда. Басқа амал таппаған жоғарыда отырғандар ракеталық бомбаны қолдануға шешім қабылдайды. Оны байқап қалған көмекші қызметкер Андреасқа қоңырау шалып болған жайтты айтады. Андрес болса, сен ішкі жақтан қарсыласуға тырысшы дейді. Крис болса, Нораның айтқанын ақырындап іске асырып жатады. Ал Нора мен Андрес тролльді күтіп тұрады. Бір кезде ұшатын ракеталардың жарылғышы істен шықты деген жаңалық келеді. Мыналар қуанып қалады. Тролль бері келе жатқанда әлгілер көлігімен алға ұмтылады. Сосын тролльға артында тұрған бас сүйекті көрсетеді. Тролль көріп қалып, Нора мен Андрестің артынан қуа бастайды. Қашып бара жатқанда артында тұрған бас сүйек түсіп қалады. Нора бұрылып қалып қарап қалады. Тролль бас сүйекті ұстап кейін жерге түсіріп жарып алады. Ашуланған тролль мыналардың артынан қуа бастайды. Ал жоғарыда отырған біреу қызметшілердің істегенін біліп қояды да қайтадан ракеталық жарылғышты іске қосып бұйрықты күтіңіздер дейді. Нора мен Андрес Крис тұрған жерге жақындап қалады. Бұлар көліктен секіріп, сосын әдейі тролльді жарықтардың ортасына келеді. Бір кезде Крис бүкіл жарықты іске қосады. Сонда ракетамен жарайын деп тұрғандар адамдарды байқап тоқтайды. Бүкіл жарық қосылғанда тролль жарыққа шыдамай қинала бастайды. Нора қарап тұрып, біз оны өлтіріп жатырмыз, тоқтату керек деп қайтадан жарықтарды өшіре жөнеледі. Сосын тролльға қарап, кет әрі орман жаққа, тауыңа, кет, біз саған тиіспейміз, тыныш өмір сүресің дейді. Сөйтіп тұрғанда күн шыға бастайды. Күннің шуағына шыдамай, тролль ақырын жанып қурай бастайды. Сосын жерге құлайды. Нора сәл көз жасын сығып алады. Бәрі қарап қалады. Артынан сол жерге министр келеді де Нораға рахмет айтады. Солай кино аяқталады.